Қазақ журналистикасының қара шаңырағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінде бірнеше тарихи тұлғалардың есімімен аудиториялар бар. Соның бірі Зейнолла Сәнік атында. Мұнда студенттер күнделікті бізге дейінде, бізден кейінде білім алып келеді. Әртүрлі баспагер, журналист, редакторлардың қатысуымен дәл осы жерде шеберлік сабақтары өтеді. Бірақ осы уақытқа дейін біз Зейнолла Сәнік кім деп ойландық па? Ол туралы бүгін білеміз. Зейнолла Сәнік көрнекті жазушы, фольклоршы, баспагер, этнограф, аудармашы. Ол 1935 жылы Қытайдың Тарбағатай аймағы Шағынтоғай ауданында дүниеге келген. Жастайынан қазақтың шежіресіне, ауыз әдебиетіне қызығып өскен Зейнолла Сәнік әдебиет пен этнографияны ұштастыра отырып, ұлт тарихының сан қатпарлы сырын терең зерттеді. Оның қаламынан туған еңбектер қазақ халқының рухани құндылықтарының айнасы болды. Зейнолла Сәніктің шығармалары, ол кісінің зерттеулері, фольклор тұрғысындағы этнографиялық еңбектері, романдары, әңгімелері, бұлардың бәрі қазіргі замандағы жастарды тәрбиелеуге бізге өте қажет. Бұл кісі негізі қай шығармасын алсақ та ереке бірлік қой. Мысалы, баспайдың да ең бастысы не? Еңбек. Ол кісі еңбегі арқылы танылған адам. Адал еңбек ешқашан зая кетпейді деген насихат. Немесе Сергелдеңді алып қарасаң да, қаншама қиындықтардан өтті екі бала. Ең соңында бақытқа қолы жетті. Бірақ ел үшін еткен еңбегін зая кетпейді. Сондықтан бірінші еңбекті, екінші адалдықты, үшінші әділдікті, осы нәрселерді осы насихат етті деп ойлаймын. Ол тек жазушы ғана емес, күллі қазақ тарихының үнсіз шежірешісі болды. Ел аузынан естіген әрбір аңызды, әр қариядан тыңдаған әрбір хикаяны жүрегінен өткізіп, қағаз бетіне қаттаған қаламгер еді. Қытай қазақтарының тарихи тағдыры, ұлы көш, туған жерге деген сағыныш, ұлттың болмысы оның шығармашылығының өзегі болды. Зейнолла Сәніктің еңбегі ұлт жадында өшпеуі тиіс естелік. Зейнолла ағамыз мынау Қытай қазақтары деп айтамыз, Тарбағатай іле қазақтарының ауыз әдебиеті мұраларын жинаушы біріншіден. Және екінші, сол мұраларды жариялап баспа бетінде халыққа жеткізуші, яғни насихаттаушы, өзі баспагер. Ал енді сол дүниелерді жинай жүріп, мысал үшін Баспай батыр туралы ел аузынан жинаған аңыз әңгімелер, жырлар, міне солардың бәрін топтап келеді. Соның негізінде өзі Баспай батыр деген тарихи роман жазады. Көріп отырғаныңыздай, бұл кісі тек қана жинаушы емес, және жазушы. Жазушының өзінің стиліне тән бір ерекшелігі, сол тарихи қайраткердің арғы бергі тарихын түгел қамтиды да, кейінгі ұрпақтары туралы мағлұмат береді. Сонда бұл кісі сыртта жүргеннің өзінде қазақ деген халықтың үлкен мемлекет болып жойылып кетпеуін көздеген, және атадан балаға мирас болған мұралардың ұмытылып кетпеуін көздеген бірден бір рухани мұраға жанашыр. Қаламгердің шығармаларының басым бөлігі қазақ халқының бай салт дәстүрі, әдет ғұрпы, тұрмыс салты мен рухани өмірін зерттеуге арналған. Зейнолла Сәніктің шығармалары қазақы танымды ұрпақ бойына сіңірумен қатар, ел арасындағы фольклорлық мұраны жүйелеп, ғылыми айналымға қосуға зор мүмкіндік берді. Бүгінде жазушының туындылары шет елдегі және Қазақстандағы оқырмандар үшін құнды рухани қазынаға айналып отыр. Үлкен бір саласы мына кітабының ішінде этнопедагогика. Бұрынғы қазақтың жаңағы тәлім тәрбиесі. Осыған жаңағы қыруар материалдар келтіреді ол кісі. Анау бесіктен, тал бесіктен жер бесікке дейінгі жаңағы адам өмірінің кезең-кезеңіне бөліп отырып, сонда қандай тәрбие, қандай ырым тиымдар көрсетілген. Қыз бала тәрбиесі, ер бала тәрбиесі. Осы жағынан алып қарағанда бұл кітап өте актуальды, керек кітап. Зейнолла Сәніктің ғұмыры ұлт үшін қызмет етудің, өткенді ұмытпай болашаққа аманаттаудың шынайы үлгісі. Ол тарихты дерек емес, ұрпаққа сабақ, ұлтқа рухани тірек ретінде қарастырды.
өзіне дейін ұмыт бола қала жаздаған қаншама оқиғаны, шежірені, тарихи деректі жинақтап, тасқа басып қалдырды. Біз Зейнолла Сәніктің қалдырған тарихи мұрасын парақтай отырып, ұлтқа қызмет етудің қаншалықты жауапты екендігін терең түсінеміз. Себебі әр ұлттың тарихы оның тамыры, ал Зейнолла Сәнік сол тамырдың шынайы сақшысы болды.